демпингпен айналысып жүріп шетелде өмір сүре алмайтынымызды түсіндік. Демпинг дегеніміз бұл сіздің конкуренттеріңіз сіздің астыңызға тіркеліп алады да, соның әсерінен бағаны үнемі төмендетіп отыруының әсерінен сіздің бағаңыз үнемі құлдырауға алып келеді, және де маржаңыз өте аз, 50 теңге, 100 теңге, тіпті 200 теңге ғана қалуы мүмкін. Біз бұмен шетелде өмір сүре алмайтынымызды түсініп, кейіннен жеке өзіміздің брендімізді, товарный знагымызды патенттеп, сонымен товар сатамыз деп шешім қабылдадық. Содан бері міне менің өзімнің брендіммен жұмыс жасап келе жатқаныма 3 айдай уақыт болды. Бұл маған не берді десеңіздер, бұл бізге жақсы маржа қалдырады, уақытымыз бен энергиямыздың жаңағыдай экономы деп айта аламын, және де рахаттанып тұрып сен жібересің сатып алған клиентке. Сондықтан да өздеріңіздің өз брендтеріңізді патенттеп, сонымен жұмыс жасасаңыздар, әлде қайда сіздерге тиімді әрі уақыттарыңыз бен энергияларыңыз босқа құр шашырап кетпейді. Біз 3 жыл бойы демпингпен саттық, бірақ та осы 3 ай көлеміндегі өз брендіммен товар сату әлде қайда тиімді екенін сезіндік, әрі осыны ары қарай жалғастырып, орнықтырып жатырмыз. Егер де осы туралы, бренд туралы, Каспий туралы қызықты болатын болса, менің арнама тіркеліп кетіңіз.